Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін қазан кебап даярлайтын боламыз. Ендеше каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі бір дана жуа сарымсақ, қалауларыңыз бойынша. Қанша килограмм картоп қоссаңыздар, сонша ет қосасыздар. Мен қой етін пайдаландым. Енді қазанымызды алып, майымызды қойып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз жақсы қызғаннан соң картопымызды жаймендеп саламыз. Қатты қызарғанша қуыратын боламыз. Картоп осылай қып-қызыл болғанша қуырасыздар. Барлық картоптарыңызды қуырып болғаннан соң осылай бетіне тұз сеуіп араластырып қоясыздар. Себебі тұз картопқа әдемі сіңетін болады. Енді осы қызып тұрған майымызға аз-аз бөліктен еттерімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді, картопымызды қуырып болған соң, майымыздың жартысынан көп бөлшегін алып, жуамызды салып, кішкене қуырасыздар. Одан соң бетіне қуырылған етімізді саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, дәмдеуішімізді және де зира қосамын. Дәмдеуіштен мен кебапқа арналған дәмдеуішті қостым. Және де өзімнің қалауым бойынша сарымсақты 2 бөлікке бөліп қосатын боламын. Бір бөлігін етке, ал екінші бөлігін картопқа қосамын. Етіміздің үстінен картопымызды саламыз. Оған орай жәңілдегі дәмдеуішімізді, сарымсағымызды қосатын боламыз. Бетін жауып, отын жай қойып, 1 сағат немесе 1 сағат 20 минутқа қалдырып қоясыздар. 40 минут өткеннен соң қазанымды ашып, картоптарымды аударып қоямын. Себебі бетіндегі тұз, дәмдеуіш, сарымсақ барлығы жақсылап сіңу үшін. Қазанның бетін жауып, 20 минутқа қалдырам. 20 минуттан соң тамақ піседі. Мінеки тағамымыз дайын. Үстіне жуадан және де көк жуадан турап әрледім. Ал енді бізге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.